Қайырлы күн баршаңызға. Құрамы ақуызға бай, тек қана 10 минутта дайын болатын, буға піскен осындай нәзік әрі дәмді омлеттің рецебімен бөлісемін. Достар, бұл омлет тек қана буға піскендіктен құрамы табиғи заттарға бай және витаминдерге толы. Рецеп ұнаса каналға тіркел. Ең алдымен біз 4 жұмыртқаны алып ыдысымызға салып, оның үстіне 1 шымшым тұз салып араластырамыз. Массамыз біріккенше араластырып, үстіне 200 мл сүт қосамыз. 30 грамм сары май қосып, осы массамызды араластырамыз. Алдын ала қайнап тұрған суға осылайша массамызды салып, бетін қақпақпен жауып, 10 минутқа қайнатып аламыз. Осындай жұмсақ әрі влажный омлетіміз дайын. Ыдыстың бетіне осылайша тарелканы қою арқылы біз омлетті оп-оңай аударып аламыз. Достар, таңғы асқа міндетті түрде осылайша омлет жасап көріңіздер. Сливочный майдың дәмі шыққан сондай дәмді әрі жұп-жұмсақ омлетіміз дайын. Достар, менің каналымда осы рецеппен қатар көптеген түрлі торттардың, выпечкалардың және де әртүрлі салаттардың рецебі бар. Алдағы уақытта көптеген бір жасағаннан шығатын түрлі торттардың рецептерімен бөлісемін. Өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпа.